Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, менің YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Креативті ойлау қабілеті. Адам миы көбінесе қауіпсіздікке ұмтылып, дағдыланған қалыпты істі, шаблондық жұмысты таңдауға бейім. Ал креативті ойлау бұл бір істі орындауда немесе мәселені шешуде стандарт шешімнен бөлек түрлі жолда қарастыра білу қабілеті. Әдеттегі қалыптан шығып еркін ойлау, мәселенің шешімін өзгеше ұсына білу кісіні жетістікке жетелейтін маңызды фактор. Елдің бәрі жасап жатқан жаттанды істі басқаша орындап, тұтынушыларға өзгеше өнім ұсына білу көп жағдайда кәсіпкерді табысқа кенелтеді. Мысалы, Стив Джобс 2001 жылы тұтынушыларына 1000-ға жуық аудио таспаны шағын ғана плеерде тыңдау мүмкіндігін ұсыну арқылы жаңалық ашты. Нәтижесінде әлем бойынша iPod өніміне деген сұраныс артты. Apple компаниясы 2007 жылы 110 миллион плеер сатып үлкен табысқа кенелді. Кейіннен смартфонға айналдыру арқылы тұтынушыларына тағы да креатив өнім ұсынды. Ал телефон саласында баяғыдан келе жатқан Nokia компаниясы мұндай іске бара алмағандықтан дағдарысқа ұшырады. Кез келген адамның креативті ойлау мен шығармашылық қабілетін дамытуға әбден болады. Бастысы бас қатырып еркін ойлауға дағдылану арқылы миды жаттықтыру керек. Балаларды жастайынан проблемадан қашпай мәселені өздігіне шешуге, еркін ойлауға баулыған дұрыс. Балам екеуміздің арамызда болған мына қарапайым оқиғаны мысал ретінде ұсынып көрейін. Бір күні балам Хамзаның көңіл-күйі жоқ, басы салбыра, әлдебір нәрсені уайымдап отырғанын байқап қалдым. Жанына барып, балам, неліктен көңіл-күйің жоқ, қандай мәселе деп сұрадым. Әке, мұғалімнің үйге берген тапсырмасын орындап үлгермей қалдым. Сондықтан мектепке бүгін бармай қойсам деп кемсеңдеді. Балам, сен кез келген проблеманы шешудің бір ғана жолын таңдап тұрсың. Дұрысы, проблемадан қашып тұрсың. Бүгін мектепке бармасаң, ертең мұғалім неге келмедің деп сұрайды. Бұған жауап беру үшін өтірік құрастыруыңа тура келеді. Екіншіден, бір күндік сабақтан қаласың, үлгерімің нашарлайды. Бұл саған тиімсіз. Демек, сен проблемадан қашу арқылы бірнеше проблеманы тауып алдың. Балам, сен шахмат үйірмесіне қатысып, жарыста неше рет жүлделі орынға ие болдың ғой. Иә. Олай болса, шахмат ойынын өмірде қолдану қажет. Қалайша? Шахмат ойынында сен тек алға жүре бермейсің, немесе бірден ойынды тастап қашпайсың. Қарсыласыңның шабуылынан қорғанасың. Қиын жағдайға тап болсаң, одан шығудың түрлі жолын іздейсің. Кері шегінесің. Қажет болса, кейбір тастарыңды жегізіп, негізгі фигураларыңды сақтап қалуға тырысасың. Міне, өмірде шахмат ойыны сияқты кез келген қиыншылықтан шығу үшін, кедергілерді жою үшін ең тиімді жолды іздеп табуға тырысуың керек. Яғни, байсалдылықпен бас қатырып ойлану қажет. Бір мәселенің өзін әртүрлі қырынан шешуге әрекет ету керек. Әдеттегі қалыптан шығып өзгешесіне ұмтылуға тиіссің. Түсіндім, әке. Түсінсең, мектепке бар. Бірақ мұғалім берген тапсырма орындамағандықтан ол проблема күйінде тұр. Ендеше осы проблеманы шешудің бірнеше нұсқасын қарастырайық. Мысалы, сыныпқа бара салысымен өзің бірінші болып мұғалімге үй тапсырмасын орындап үлгермей қалғаның үшін кешірім сұрайсың. Ол қылықтың орнын міндетті түрде толтыратынды айтасың. Мұғалім саған түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Екінші нұсқасы, мұғалімнің WhatsApp-ына дәл осы айтқан нұсқаны жазып жібер. Үшіншісі, анаң мұғалімге телефон соғып тапсырманы орындай алмауыңның себебін айтып, ертең орындап баратындығын жеткізсін. Рахмет, әке. Креативті ойлау қабілетін жетілдіру жолдары. Бірінші, сүйікті ісіңізді істеңіз, яғни хобби. Адам өзінің сүйікті ісін істеп уақыттың қалай өткенін байқамаған кезде керемет креатив ойлар туады. Махаббат пен креатив қатар жүреді, бірі болмаса басқасы да болмайды. Сондықтан идея қажет болып жұмысыңыз бір орында тұралап қалса, бас қатырып отыра бермей, жаныңызға ләззат, жүрегіңізге шаттық сыйлайтын іспен айналысыңыз. Оны хобби десек те болады. Креатив дегеніміз жан мен қиялдың еркін құстай самғауы. Ал құс тоғырдың ішінде қалай самғайды? Сондықтан өзіңізді жұмыс не белгілі бір орынмен шектемеңіз. Шынайы ләззат алатын ісіңізбен айналысыңыз. Сол кезде келетін ойдың креативті болатынына өзіңізде таң қаласыз. Екінші,
тынығыңыз. Еңбекте қандай береке болса, демалыста да сондай пайда бар. Кейде жақсы ойлар ештеңе ойламай тынығып жүрген сәтте келеді. Ал бір нәрсенің шешімін табамын деп бас қатыра берсеңіз, оның шешімін табуыңыз екіталай. Тынығудың маңызын ұққан Экхарт Толле көпшілік ғалымдардың креативті дүние тудыра алмауы олардың ойланбауынан емес, керісінше ойлауды бір мезет тоқтатып, кідіріс жасауды білмегеннен болады деген. Бәлкім, сізге қажет керемет креативті ой көлікте ел жер аралап жүргеніңізде, немесе қызара батқан күнге қарап отырғанда келіп қалар. Сондықтан креатив жетіспесе барысты ысырып, тынығып алған абзал. Үшінші, жаяу жүріңіз. Стэнфорд университеті өз зерттеуінде көп жаяу жүретін адамдардың қиялы ұшқыр, ойы тапқыр болатынын анықтады. Жаяу жүрсеңіз 20 минуттан кейін көшеден емес, өзіңіздің жан жүрегіңізде жүріп бара жатқандай күй кешесіз. Миымыздың бір қуысында жасырынған идея мен білім ортаға шығады. Төртінші, ақылдасыңыз. Ақылдасуда пайда бар. Кейде мәселеге тым жақын қараған адам оның шешімін көре алмайды. Лабиринттің ішінде жүрген жанның лабиринттен шыға алуы екіталай ғой. Сол секілді лабиринтті сырттай толық көре алатын адамдармен ақылдасқан абзал. Кез келген мәселеде осы тәсіл ұтымды. Бір мәселені түрлі жастағы, түрлі ойдағы адамдармен салсаңыз, өз ойыңызға келмейтін шешімдерді біле аласыз. Сондықтан ақылдасудан қашпаңыз. Келісіп пішкен тон келте болмасы анық. Дәл солай келісіп шығарған шешім креатив болары рас. Бесінші, кітап оқыңыз. Креатив идеяның қайнар көзі кітап екені бәріне аян. Әр кітап түрлі тағдыр мен бір өмірден хабар береді. Сондықтан сан алуан тақырыптағы әртүрлі авторлардың кітаптарын оқыңыз. Кітап беттерінде небір креатив ойдың үлгісі бар. Алтыншы, саяхаттаңыз. Байырғаның ғұламалары мен өнертапқыштарының саяхатшы болып жаһанды кезуі бекер емес. Әлемнің бір бұрышында отырып жағалға ашамын, креативті дүние жасаймын деу қисынсыз. Саяхаттаған адам өзгеше ойлау мен басқаша қараудан шыққан талай дүниелерді тамашалайды. Түрлі мәдениет пен дәстүрге куә болады, ал мәдениет пен дәстүр талай жылға креативтің жемісі емес пе? Сондықтан креатив ой жинаймын деген адам жиһанкез болып ел көріп, жер аралап тұрғаны жақсы. Сегізінші, көрмелерге барыңыз. Креативпен іздеуіңіз керек. Әр өнер адамы түрлі құбылыстан креатив іздеп тапқан туындысын қосады. Сондықтан креативке қол жеткізудің ең қысқа жолы қолөнер немесе сурет көрмелерін аралау. Тіпті болмаса дизайнерлік тың дүниелерді, жаңаша шешімдерді жариялайтын журналдарды қарауды әдетке айналдырған пайдалы. Қорыта айтқанда, креатив деген жаңашылдық, ал бұрынғы әрекетті қайталай беріп, басқа нәтиже күту ақымақтық. Сондықтан адам баласы ми мен түп санада пайда болған алғашқы таңдауға әрдайым күмәнмен қарауы керек. Қандай да бір шешім қабылдарда бұл нәрсені басқаша қалай кемел жасай аламыз деген сұрақты өзіңізге 3 рет қойыңыз. Сонда шыққан 3-ші жауап креатив болады.